Достар, бүгін сіздерге таразының көмегінсіз әсел пештің осындай үлкен табасында көлемді етіп сникерс пирогын жасауды көрсетемін. Заттарымызды дайындап аламыз. 6 жұмыртқа, 2 стакан шекер, 2 стакан айран және тола 2 стакан ұн, 4 ас қасық какао, 1 пиалаға жетпейтіндей сұйық май және қосытқыш қажет. 6 жұмыртқаға 2 стакан шекерді салып, барлығын бірден салып, миксердің көмегімен аппақ масса болғанша араластырамыз. Масса 2-3 есе көтерілді. Енді айранды қосамыз. 2 стаканның барлығын бірге қосамыз. Менде үйдің айраны. Дүкеннің айраны да болады. Енді сұйық майымызды қосып, тағы да жақсылап миксерлейміз. Миксерлеп болған соң, ұнымызды қосамыз. 2 стакан ұнның барлығын бірге қоса беріңіздер. Ұнды салып болған соң, тағы бір жақсылап миксерлейміз. Какаоны міндетті түрде сапалысын таңдаңыздар. 4 ас қасық какаоны саламыз және ванильный сахарды саламыз. Ол міндетті емес. Қосытқыш 16-17 грамм саламыз. Бір қорапта 15 грамм, екінші қораптан 1-2 грамм қосып саламын. 2 пачканы бірден салды деп ойламаңыздар. Екінші пачкадан мен 1-2 грамм ғана салдым. Барлығын жақсылап миксерлеп аламыз. Массамыз осылай кішкене сұйықтау болып шығады. Табамызға құямыз. Менде әсел пештің 4 бұрышты табасы. Пергамент қағазын салып, дөңгелек табаға да жасай берсеңіздер болады. Пешіңіздің қызуына қарайсыздар. Әркім өз пешін жақсы біледі. Қызып кетпеу керек. 160, 170, 180 градуста, осы 3 градуста алғашқы 30 минут өтпей ешқандай духовканың бетін ашпай пісіріп аламыз. 35-40 минутта пісіп шығады. Көріп тұрғандарыңыздай пирог өте көлемді және өте әдемі болып шығады. Осы пирогтың бетіне шоколадты ерітіп салып, шоколадный пирог жасасаңыздар да болады. Бірақ мен бүгін сникерс пирогын көрсетемін. Үшін пирогтың бетін астына жеткізбей, пышақтың ұшы үшкір пышақтың көмегімен видеода көрсетілгендей астына жеткізбей, бетін ғана 4 бұрышты етіп бүкіл жағын кесіп шығамыз. Сосын ішінен клетка етіп осылай кесіп шығамыз. Астына жеткізбейміз, сол жағынан мұқият болыңыздар. Барлығын осылай кесіп аламыз. Бізге алынуға ыңғайлы болу үшін қанышқының көмегімен осылай астына жеткізбей, барлығының бетін әдемілеп алып шығамыз. Бетіндегі крышкаларын пирогты шыдамсыздана күтіп отырған балаларыңызға беріп қойыңыздар. 50 грамм сүтпен бетіне пропитка жасап шығамыз. Крем жақсаңыздар да болады, бірақ мен крем жақпаймын, сондықтан сүтпен әдемілеп тұрып пропитка жасап шығамын. 250-300 граммдай соленый арахисті алып, бетіне сеуіп шығамыз. Үстінен қоюлатылған варенканы құямыз. Міндетті түрде қою болу керек, сұйығы бармайды, ол ағып кетеді. Майлылығы жоғары, қою болғаны дұрыс. Енді келген өзіңізге ұнайтын қара шоколадты алып, 4 ас қасық сұйық май құйып, ерітіп, пирогымыздың бетіне барлық жеріне тиетіндей етіп, әдемілеп жағып шығамыз. Жеріне жағып шықтық, енді тоңазытқышқа дайын болғанша қойып қоямыз. Пирог 3-4 сағат тұрды. Пирог өте пропитанный, өте дәмді. Енді дәміне сөз жоқ. Міндетті түрде бұл пирогты жасап көруге кеңес беремін. Бұл пирог көпшілік отбасыға өте сай келетін пирогтардың бірі. Дәл рецептегідей жасасаңыздар, сіздерде де сондай дәмді пирог шығатын болады. Пирогтарыңыз көтерілмейтін болса, бір қателікті қайта-қайта жасалмаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет. Каналдың дамуы үшін лайк, коммент қалдырып, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойуды ұмытпаңыздар.